Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен хачапури жасайтын боламыз. Менің каналыма қош келдіңіздер, есімім Дана Мырзакулова. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше хачапуриға бізге не қажет? Жылы комнаталық температурадағы сүт қажет, және де жылы су қажет. Сонымен қатар тұз, дрожж, оливковое масло, шекер, біраз қасық, одан кейін барып ұн міндетті түрде ситадан өткен болуы қажет. Кірісейік енді. Сүтке суымызды қосамыз. Міндетті түрде комнаталық температура болуы қажет, мұздай болмасын. Одан кейін тұз қосам. Примерно бір чайный ложкадай. Шекер қосам, бір чайный ложка. Ас қасық болса тәтті болып кетеді. Одан кейін барып дрожж қосам. Дрожж қосқан соң бір араластырып жүреміз. Жұмыртқа онда еш нәрсе қоспаймыз. Енді ұнды қосамыз. Ұнды ситадан өткізіп дайындап қойғам. Нақты грамы жоқ, қамыр болғанша ұнмен, яғни мына илейміз. Ең соңында қамырды жұмсарту мақсатында міндетті түрде оливковое масло қосам. Оливковое маслоны ең соңында қосам. Кез келген булочки жасасам да, сосиска тесте жасасам да мен міндетті түрде оливковое масло қосам. Немесе майонез қоссаңыздар да болады. Енді осыны бір сағатқа бетін жауып, жылы жерге қоямын. Тестамыз бір сағаттай жылы жерде тұрды. Енді хачапуриді қазір жасайтын боламыз. 2-ге бөлем. 2-ге немесе 3-ге бөлсеңіздер де болады. Өздеріңіз дәу жасайсыздар ма, кішкентай жасайсыздар ма, енді ол сіздерге байланысты. Сырды міндетті түрде эмир сырын алдында теркадан өткізіп қойдым. Міне. Енді қазір домалақ етіп жайып шығамын. Екі шетіне сыр төсеп шығамын. Міне. Теркадан қатты үлкенінен өткізіп алмаңыздар. Орташасынан өткізіңіздер. Енді осы екі шетін қараңыздар, былайынан ақырындап жабамын. Екі шетіне сыр төсеген соң былайынан жауып шықтым. Енді ортасына да міндетті түрде сыр төсеймін. Осыны духовкаға қазір примерно бір 20 минутқа саламын. Одан кейін шығарып, жұмыртқа салатын боламын, яғни ортасына. Қазір жұмыртқаның құр өзін шеткі жақтарына жағып шығамын. Духовкадан шығарып, бір жұмыртқа қосып, 2-3 минутқа тағы да дәл осылай саламыз. Сонымен хачапуриіміз дайын. Хачапуриіміз қыздар дайын болды. Міне қараңыздар. Ішінде яғни сыр қосылған, жұмыртқа осылай кішкене шикілеу болады, яғни жеген кезде жақсы болу үшін. Міне қазір әдейі сіздерге былайынан бөліп көрсетейін, қараңыздар. Сыр эмирді қосқам, соның өзіне созылыңға әдемі болып тұр. Былайынан жұмыртқасымен, яғни жарылып тұрса, жегенге приятно болады. Қатты бір 5-10 минут жұмыртқа салған соң 5-10 минут духовкаға салмаңыздар. Тек 2-3 минут қана жеткілікті болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де ұнап жатса, лайк басып құрбыларыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше баршаларыңызға сәттілік тілеймін.